Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге екі ағзаттан тұратын тауықтың аяқтарын пеште пісіру жолын ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Тауықтың аяқтарын жуып тазартып аламыз. Ыдысымызға салып, тіс шұқитын зубочистка деп айтамыз ғой, сонымен бірнеше жерінен кіргізіп, жаңағы тесіп алатын боламыз. Енді міндетті емес мұны жасау, бірақ жасаймын десеңіздер де өздеріңіз қарарсыздар. Бізге осындай маринад қажет болады для сочной курицы. Осы екеуі болса, ешқандай да сарымсақтың, майонез, кетчуп дегендердің қажеті жоқ. Тек қана осы тауық аяқтары және осы маринад болса, сіздің тауықтың аяқтары керемет дәмді болып шығады. Бұл екінші рет пісіруім, яғни кешкісін осылай дайындап салып қоямын маринадқа, таңертең тұрып пісіріп ала берсеңіздер болады. Дәмі деген өте нәзік, жұмсақ, әрі сочны болып пісетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұны негізі 4-5 сағат қою керек, бірақ та мен кешкісін жасап, таңертең ертемен пісіріп алатын боламын. Мінекей біздің маринадымыз дайын. Түнімен осылай тұрды, жақсылап бір араластырып аламыз қасығымызбен. Көп тұрған сайын дәмі соншалықты жаңағы керемет болып шығады. Енді духовкамыздың ыдысына осындай барлығын салып алып, қызып тұрған пеште 190 градуста 40 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Осындай соустарын артық құйып жібереміз. Қызып тұрған пеште салуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің қыздыратын пештеріңіздің градусына қарайсыздар. Менікі 190 градуста 40-45 минут шамасында піседі. Мінекей біздің дайын болды. Тауықтың аяқтары дайындығын мен үнемі осындай шпажкамен тексеретін боламын. Барлығы толықтай пісіп шықты. Енді ыстық күйінде тұтынсаңыздар да болады, немесе суытып алып, холодный түрінде қолдануға да болады. Енді дәмін сіздерге көрсетейін, өте нәзік, сулы болып шығады. Ештеңенің қосудың қажеті жоқ. Осы рецепт бойынша жасап, дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі деген сөз жоқ, өте нәзік, жұмсақ, аузыңызда еріп тұрады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ыстық күйінде де, салқын күйінде де өте керемет. Тіпті жолға шығар алдында осы рецептпенен пісіріп алып, дайындап, алып шықсаңыз да суық күйінде де тұтына бересіздер. Достар, егер менің рецептім ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира.